Спанч Боб біз бала күнімізде сүйіп көрген мультфильм. Бірақ бұл мультфильмнің артында жасырын қорқыныш шындықтар мен жолған эпизодтар бар. Бүгін біз Спанч Боб айсбергіне сүңгейміз. Неғұрлым тереңдеген сайын мультфильм соншалық қорқынышты бола түседі. Айсбергтің үстіңгі бөлігі. 1-4 сезон. Бұл Спанч Бобтың ең алғашқы және классикалық маусымдары 1999 және 2004 жылдары шыққан. Көптеген жанкүйерлер бұл маусымдарды алтын дәуір деп санайды. Эпизодтар таза, күлкілі, креативке толы және көбіне балалар мен ересектерге бірдей қызықты. Battle for Bikini Bottom 2003 жылы шыққан видео ойын. PlayStation және Xbox'та ойнауға болады. Спанч Боб, Патрик және Сэнди болып ойнауға болады. Жаулары планктон жасаған роботтар. Көпшілікке ұнаған соншалық тіпті 2020 жылы Rehydrated атты ремейкі шықты. YouTube пен TikTok'та ностальгия ойын ретінде трендке айналған. Спанч Боб квадратные штаны фильмі 2004 жыл. Алғашқы толықметражды анимациялық фильм. Спанч Боб пен Патрик Кинг Нептунның тәжін ұрлаған планктонның соңынан саяхаттайды. Бұл фильм сериалдың бір белесін біледі. Өйткені осыдан кейін автор Стивен Хилленбург шығармашылықтан алыстап стильде өзгерген. Саундтрекі мен юморы ересектерге де ұнаған. Sponge Out of Water 2015. Спанч Бобтың екінші толықметражды фильмі. Фильмде кейіпкерлер шынайы әлемге шығып, CGI форматында 3D көрсетіледі. Антагонист бургер ұрлаушы капитан Бергер Борда. Юморы сәл абсурдырақ, бірақ балаларға бағытталған. Айсбергтің екінші деңгейі. Бұл қабат ресми емес, бірақ әлі де көпшілікке белгілі және нақты негізі бар контенттер. Крабс бургермен өшірілген бір ғана сцена. Бұл Just One Bit эпизодындағы жолған сахнаға қатысты. Оригинал эпизодта Сквидвард құпия түрде Крабс бургер жеп көреді. Және өшірілген сцена Сквидвард екінші рет жеп жатқанда жарылып жатқан қауіпсіздік жүйесіне түсіп қалады. Бұл көрініс өте агрессивті болғандықтан кейінгі көрсетілімдерден қиылып тастаған. Шанхайлық альтернативті концовка. Шанхай эпизодында көрермендер эпизодтың соңын өздері дауыс беру арқылы таңдаған. Теледидардағы алғашқы көрсетілім. 3 нұсқа болған. Спанч Боб, Патрик немесе Сквидвард датчанның тілегін орындайды. DVD-да тек бір ғана нұсқасы қалды. Спанч Бобтікі. Басқа екі нұсқа өте сирек көрсетіледі. Сондықтан оларды жоғалған концовкалар деп атайды. Спанч Боб пен бір күн. Бұл болмаған, бірақ интернетте кең тарап кеткен жалған фильм. Қақпағында A Day with SpongeBob SquarePants The Movie деп жазылған. Түсіндіруі, фанат немесе шағын студия Спанч Боб жайлы жалған деректі фильм түсірмек болған. Бірақ фильм ешқашан шықпаған. Кейбіреулер жасырылған фильм жоғалған медиа деп ойлаған. Бұл құбылыс интернеттегі Lost Media қауымдастығында өте танымал. 3-ші деңгей. Мен жасөспірім Гарри болдым. Жойылған сахнаның қастандық теориясы. Бұл теория I was a Teenage Gary эпизодына қатысты. Кейбір көрермендер Сквидвардта улылық инъекция алып, улиткаға айналды деген сахна болған, бірақ кейін жойылған деп есептейді. Ресми түрде бұл көрініс ешқашан болмаған, бірақ фанаттар бұл қорқынышты сахнаны есінде сақтайтынын айтып, Мандела эффект мысал ретінде көрсетеді. Сквидвардтың қысқа жеңдерімен жоғалған астрология. 2000 жылдары Никелодеон арнасы Astrology with Squidward атты қысқа бөлім көрсеткен. Сквидвард әр жұлдыз жорамалы бойынша Спанч Боб кейіпкерлерін сипаттайды. Бірнеше бөлім ғана сақталған, қалғандары интернетте жоғалған. Фанаттар жоғалған бөлімдерде қорқынышты, философиялық мазмұн болған деп ойлайды. Бұл керемет губка. Бұл 2020 жылы шығуға тиіс болған 3-ші Спанч Боб фильмі. Бірақ фильм кейіннен жойылып, орнына Спанч Боб on the Run шықты. Түпнұсқа атауы It's a Wonderful Sponge. It's a Wonderful Life фильміне сілтеме. Фильмде Спанч Бобтың балалық шағы көрсетіледі деген қауесет болған. Кейбір жанкүйерлер бұны өте философиялық ерекше фильм болар деп есептейді. Бірақ бұл шықпай қалған фильм. Губка Боб Губка Боб регидратированный. Бұл Battle of Bikini Bottom ойынның 2020 жылғы ремейкі. THQ Nordic компаниясы искойнды жаңартты. Фанаттар көптеген жоғалған контент қайтып келеді деп үміттенеді. Кейбір жасырын файлдар, бета модельдер табылған. Соларға байланысты ойынның ішінде құпиялары бар деген теориялар тарады. Енді біз 4-ші деңгейге де келдік. Бұл жер Спанч Бобқа қатысты қорқынышты, мазасыз және шынайыдан гөрі фантастикалық не крипаста сипатындағы теориялармен толы. Аяқтағы тырнақ сценасы. Бұл House Fancy эпизодындағы өте жиіркенішті көрініс. Сквидвардтың аяқ тырнағы диван астына ілініп, жұлынып кетеді. Бұл сахна өте реалистік түрде салынған. Көрермендер жиіркеніп кеткен. Көптеген елдерде немесе арналарда бұл көрініс қиылып тастаған, немесе цензурамен. Интернетте бұл балаларға арналмаған деңгейдегі жиіркеніш деп саналады. Сквидвардтың суициді.
Бұл ең танымал Спанч Боб крипаста. Онда Никелодеон қызметкерлері жоғалған эпизодты байқамай көріп қояды. Эпизодта Сквидвард көзі қызарып, жылап, соңында өз-өзіне қол салады. Қан, өлім, реалистік көздер суреттеледі. Бұл аңыз толығымен ойдан шығарылған, бірақ интернетте кең таралған. Жанры Lost Episode крипаста. Флуборд Харри. Бұл теория Спанч Бобтың еден астында тұратын жасырын тіршілік иесі бар дегенге негізделген. Ол ешқашан нақты көрсетілмейді. Тек кей эпизодта дыбысы немесе сілтемесі бар дейді. Харри деген есім фанаттардан шыққан. Адамдардың елестеуіне көп орын қалдырған жұмбақ кейіпкер. 5-ші деңгей. Ямерс. Бұл Патрик Жұлдыздар шоу мультфильмдағы бір кейіпкер. Ямерс жайлы крипаста. Кейбір жанкүйерлер бұл кейіпкердің шынайы жын немесе өлім символы екеніне сенеді. Интернетте Ямерс Патрикті қуып жетіп жеп қояды деген монтаждалған қорқынышты бейнелер бар. Бұл жай ғана жалған фанаттық эдит, бірақ өте мазасыз. Болашақтағы Спанч Боб. Бұл ешқашан шықпаған болашақта өтетін Спанч Боб мультфильмі деген миф. Яғни Спанч Боб пен достары қартайып, болашақтағы Бикини Ботом туралы эпизод болған делінеді. Шынында мұндай эпизод немесе фильм ешқашан жоспарланбаған. Бұл теория интернет форумда қартайған кейіпкерлерді көргіміз келеді деген қиялдан туған. Lost Спанч Боб Blink 182 музыкалдық видеосы. Кейбір фанаттар Blink 182 тобы мен Спанч Бобтың бірлескен музыкалық клипі болған, бірақ жойылып кеткен дейді. Мұндай видеолар туралы ешқашан ресми ақпарат немесе дәлел жоқ. Бұл теория бәлкім Спанч Боб SquarePants муви тұсында болған панк-рок музыкамен шатастырылған. Маған 4 бұрышта көттер ұнайды деген музыкалдық видеосы. Бұл клип 2009 жылы Burger King жарнамасына арналған. Рэпер Sir Mix Elot Baby Got Back трегін пародиялайды. Бірнеше жолы I like square butts and I cannot lie. Ал қазақша аударсақ, маған 4 бұрышты сирақтар ұнайды, бірақ мен алдай алмаймын. Визуалда Спанч Боб пен қыздар бейнеленіп, шектен шыққан деп танылған. Никелодеон бұл жарнаманы жартылай цензуралады. Губка Боб Тегеранда. Бұл мүлде саяси троллинг. Кейбір мемдер мен жазбаларда Спанч Боб Тегеранда тұрады, немесе Иран үкіметі оған тыйым салды деп айтылады. Мұның бәрі әзіл, немесе саясатпен байланысты сатира. Реалистік негізі жоқ. 6-ші деңгейі. Burger Kingтағы Спанч Боб шарлары. Бұл 2009 жылы Burger King компаниясы дүкендеріне үлкен Спанч Боб шарларын ілген. Бірнеше дүкенде бұл шарлар ұрланған немесе қасақана жарылған. Кей видеоларда бұл шарлар зорланып жатқандай бейнелеп пародияланған. Бұл оқиға интернет мемге айналды, себебі кейбір шарларға жыныстық мән берілген. Губка Боб ойынында жасырылған порнографиялық суреттер. Бұл теория бойынша PlayStation 1 ойынында Super Sponge'да порнографиялық суреттер файл ішінде жасырылған дейді. Кейбір модельдер ISO файлдарын ашқанда бейтаныс JPG файлдар тапты дейді. Бірақ бұның шынайы дәлелі жоқ. Желіде тарап кеткен дәлелдер фейк немесе кейін қосылған мод. Спанч Боб пен Патриктің канондық бейнесі бар фильмнен жойылған көрініс. Бұл Спанч Боб on the Run фильмінің жойылған сахнасы туралы аңыз. Теорияға сәйкес бір сахнада Спанч Боб пен Патрик шынайы адам кейпінде бейнеленген, және бұл нұсқа өте қорқынышты болған. Кейбір фейк видеолар бұл сахнаны таптық деп таратады. Нақты фильмде негізі мұндай сахна жоқ. 7-ші деңгей. Бикини Ботом Бикини атолланың құрметіне аталған. Бұл ең шынайы бірақ қараңғы теориялардың бірі. Бикини Ботом атауы Бикини Атл деген шынайы аралдан шыққан. Ол ақш ядролық сынақ жүргізген Тынық мұхитындағы аймақ 1946-1958 жылдары. Теорияға сай, Спанч Боб пен оның достары радиация әсерінен мутацияға ұшыраған суасты тіршілігі. Бұл идея тақырыптық тұрғыдан қызық, бірақ Никелодеон ресми түрде оны теріске шығарған. Спанч Боб адамзат өркениетінен асып түседі. Бұл философиялық ой. Спанч Боб қазіргі поп-медианың мәңгілік символы. Ол адамзат жойылып кеткен соң да цифр мұра ретінде сақталып, болашақ жасанды интеллекттер немесе бөгде тіршіліктер арқылы қаралады. Яғни Спанч Боб мәдени құбылыс ретінде адамзаттан ұзақ өмір сүруі мүмкін. Месть летучего голландца фильміндегі балық аулауға арналған музыка. Бұл 2002 жылы шыққан видео ойындағы қорқынышты фондық музыка туралы теория. Саундтректе адамның көмей дыбысы немесе жалбарынып жатқан сияқты дыбыстар бар. Кейбір фанаттар бұл трек қарғыс атқан немесе ойыншыларды мазасыз күйге түсіру үшін жасалған деп есептейді. Қауіпсіз ойында мұндай элементтің болуы жасырын символизм деген күдік туғызады. Ешкім чум бакет жемеді, себебі чум ұнтақталған балық. Келеккі теория, бірақ қараңғы логикаға негізделген. Чум шынайы өмірде балға аулауға арналған балықтардың ішек қарын жасалған қоспа. Бұл дегеніміз планктон балықтарға басқа балдарды жеуге ұсынады, яғни каннибализм. Сондықтан да ешкім чум бакетке бармайды. Бұл тек қарапайым жайттың қорқынышты интерпретациясы.
Енді соңғы 8-ші деңгейге жеттік. Спанч Бобпен болған бразилиялық инцидент. Бұл жалған, бірақ қорқынышты аңыз. Теорияға сай, Бразилияда бір канал Спанч Бобтың эпизодының орнына қорқынышты монтаждалған эпизод көрсеткен. Видеода қауіпті дыбыстар, қан, адам көзімен салынған кейіпкерлер бар екен. Бұл видео интернетте ешқашан табылмаған. Фанаттар бұны шынайы трансляцияны бұзып көрсетілген мазмұн деп қарастырылған. Сквидвард комада. Бүкіл Спанч Боб әлемі Сквидвардтың комадағы елесі. Сквидвард шын өмірде музыка карьерасында сәтсіздікке ұшырап суицид жасайды. Бикини Ботом оның елестері мен сананың керуінен туған әлемі. Бұл әлемде ол өз жек көретін Спанч Боб, Патрик, Красти Крабс сияқты кейіпкерлермен бірге мәңгілік қамалған. Мистер Крабс чехословакиялық насихатқа негізделген. Мұнда Мистер Крабс соғыстан кейінгі капитализмнің символы ретінде көрсетіледі. Ол ақша үшін бәріне дайын және өз жұмысшыларын қинайды. Кейбір Reddit посттар Крабстың дизайны совет карикатураларға ұқсайды деп айтады. Бұл саяси фанатизмге негізделген абсурд теория. Крабс бургерлер медузадан жасалған. Теория бойынша Крабс бургердің құрамына медуза кіреді. Эпизодтарда Спанч Боб медуза сүтін жинап бургерге қосады. Бірақ фанаттар бұны етке ұқсатады, яғни өлтіріп етке айналдырады деп сенеді. Медуза Спанч Бобтың досы, бірақ ол сол достарын жеуге себепкер болады. Тіпті бұл каннибализмге теңестіріледі. Ол тіпті медузаларды аулап жүретін. Шоу Adult Swim'ға арналған. Теория бойынша Спанч Боб эпизодтары Adult Swim ересектерге арналған арна үшін жоспарланған. Кей эпизодтар көп деңгейлі сатира, қара әзіл және балаларға арналмаған мағына қамтыған. Кейін Никелодеон сатып алып балаларға лайықты қылып өзгерткен. Нақты дәлел жоқ, бірақ алғашқы маусымдарда екі жақты әзілдерді дәлел ретінде келтіреді. Спанч Боб фильмінің жұмыс ізі оқиғасы. Workprint фильмнің толық емес монтажға дейінгі нұсқасы. Теорияға сай 2004 жылы Спанч Боб Movie'дің Workprint нұсқасында жойылған қорқынышты сахналар болған. Мысалы, Патриктің жарылып кетуі, Спанч Бобтың психозы, реалистік көздері, адам мәйіттері. Бұл нұсқа қызметкерлердің жеке дискінде сақталып, кейін жойылған делінеді. Бірнеше видео интернетте болған, бірақ бұның бәрі фейк. Хилленберг бізге ескертуге тырысқан. Бұл теория емес, культ сипатындағы сенім. Жанкүйерлер автор Стивен Хилленберг мультфильм арқылы болашақтың әлеуметтік экологиялық апаттарын алдын ала ескерткен дейді. Мысалы, Бикини Ботом ядролық апаттан кейінгі өмір. Кейіпкерлер қоғамдағы кемшіліктерді бейнелейді. Хилленберг болса теңіз биологы болған. Сондықтан бұл теория аздап логикаға келеді. Бірақ культ сипатқа ие, яғни ол бізге шындықты айтуға тырысты деген фанаттық фанатизм. 55-72-220 бөлімі. Бұл ешқашан болмаған, бірақ ресми ID коды сияқты көрінетін жалғыз эпизод нөмірі. Кейбір форумдарда бұл эпизод туралы көрген адам есінен танып қалады, не іші ауырады. Бейсаналық сигналдар, гипноз, өлген жануарлар, балалар жылап жатқан дыбыстар бар деген тылсым сипаттар жазылған. Бұл ARK, Alternative Reality Game немесе Lost Media Creepypasta мысалы. Осымен видео бітті. Лайк бас, каналға тіркел.